Қызылқұмның ішіндегі халықтың ежелден келе жатқан емделу түрлері бар. Біреу тұзға түсіп емделеді, біреу суға түсіп емделеді. Ана жерде мысалы құмның арасынан Құдайдың құдіретімен ыстықтығы 70-80 градус шипалы су шығып жатыр. Соған түсіп, ал енді кейбірі дәл осылай құмға түседі. Осылай жатып терлейді. Міне, енді тер шығып жатыр. Міне, соған құм жабысады. Осылай да емделеді. Құмға өзіңді денеңді көміп қойсаң, шылқып терлейсің. Содан кейін қалың киініп алып көк шай ішіп жатасың. Бойыңдағы суықты, тағы да басқа аурудың барлығын осы құм алады. Қызылқұмның қасиеттерінің бірі осы.